Бүгінгі сіздерді дағы вебинарымыздың тақырыбы жастар арасында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу тақырыбында Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия ғылымдарының кандидаты Кантарбаева Жанна Уринбасаровна сіздерге дәріс өткізеді. Мұқият тыңдап, артынан сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Сөз кезегі Жанна ханым, сізге өзіңізде. Жақсы, рахмет, Назира Құрманғажиевна. Құрметті студенттер, сәлеметсіздер ма? Оқушылар, сәлеметсіздер ма? Жаңа Назира Құрманғажиевна таныстырып өтті. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті боламын, дінтанушы маманмын. Және Алматы бойынша ақпараттық түсіндіру тобының мүшесімін. Бүгінгі күндегі енді тақырыпты алу бекер емес, балалар, себебі қазір білесіздер, әлем бойынша діни терроризм мен экстремизм мәселесі бар екендігі анық, иә. Ол тіпті Қазақстанды да айналып өткен жоқ, Қазақстанда да бұл жағдайға біз тап болдық. Сондықтан осы терроризм мен экстремизмнің алдын алу мақсатында Алматы бойынша ақпараттық түсіндіру тобы құрылған. Біздің мақсатымыз аз да болса бір ақпарат беру. Аз да болса сіздерді осындай бір кері ағымдарға, кері пиғылды ағымдарға кіріп кетпеудің алдын алу болып табылады. Сондықтан біз жалпы сіздерге ақпарат беруге тырысамыз. Егер сіздерде сұрақ туындап жатса, ол осы лекцияның соңына таман сұрақтарыңызды дайындап отырсаңыздар болады, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Пікір алмасып, пікір бөлсем десеңіздер де мархабат. Енді бүгінгіндегі терроризм мен экстремизм дейміз, иә, бұл ықпал қайдан? Бүгінгі ықпал, балалар, микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыз. Бүгінгінде ықпал жан-жақты. Ол біздегі айналамызда қоршаған ортада да бар, таныстарымыз, туыстарымыз деген сияқты, достарымыз. Ол көшеде кездесетін ағымдардың бар. Және ең мықты құрал бүгінгінде болып жатқан ол әлеуметтік желілер, интернет. Яғни байқайтыңыздай, олардың кері ағымдардың, кері пиғылды ағымдардың, экстремистік топтардың. Елнұр, микрофоныңызды өшіріп қойсаңыз, кешірім сұраймын, Жанна ханым. Иә. Назира, сіз өзіңізде өшіре аласыз? Рахмет. Микрофондарыңызды расымен өшіріп қойсаңыздар, дұрыс болар еді, сұрақ қойған кезде ғана қосып. Яғни жаңа айтып кеткенде біз ықпал ету ауқымы өрісі өте кең. Әсіресе бүгінгіндегі жастар арасында жиі пайдаланатын бұл әлеуметтік желілер мен интернет кеңістігі. Біріншіден жаңағы неге олар осындай ықпалға жастар көбірек түседі? Себебі біріншіден жастар сенгіш келеді, жастар ізденімпаз келеді. Оларды үнемі сұрақтар қызықтырады әртүрлі. Екіншіден, әрине ол әлеуметтік желіні және интернетті пайдаланатын көп жағдайда ол жастар. Сондықтан ықпалға түсіп әбден ықтимал. Біз дін тақырыбында әртүрлі христиандағы православие болып саналады дәстүрлі, және ислам сунниттік бағыттағы ханафилық мазхабтағы ислам дәстүрлі болып саналады. Дәстүрлі деп неге айтады? Себебі бұл біздің ата-бабаларымыз сонау ислам діні қазақ жеріне келген кезден бастап осы ханафи мазхабын ұстанған болатын. Сондықтан біз оны дәстүрлі деп санаймыз.
Әрине бізде 92 жылы осы тәуелсіздік алғаннан кейін ар-ождан және діни сенім бостандығы деген заң шыққан. Соның негізінде әр адам өз діни ұстанымын ұстануға құқылы. Қандай ұстанымды ұстанғысы келеді, соған құқылы дейді. Бірақ әрине бұндай еркіндікті, бұндай беріп қойған мүмкіндікті жат пиғылда ағымдар пайдаланып кетіп жатыр. Осы біраз жылдардың ішінде, сонау 90-шы жылдардан бері алатын болсақ, ағылып келіп жатқан діни ағымдар өте көп. Тіпті кейбіреуін естіп жатсақ, кейбіреулерін атауларын да мүлдем естімеген шығып жатқан ағымдар өте көп. Оның ішінде неохристиандық ағымдар да бар. Оның ішінде, яғни нео деген жаңа деген мағынаны білдіреді, яғни олар дәстүрлі жаңағы православие, католицизм дінінен ауытқып, өздерінің ілімдерін ұсынған христиандық сипаттағы, бірақ христиандық бағыттағы. Жаңа христиандық ағымдар бар, естігенде шығарыстар, Иегова куәгерлері деген бар, мормондар деген бар, адвентистер, елуіншілер дейді, Виссарион шіркеуі дейді. Бұлар өте көп. Және неоориенталистік бағыттар деген бар. Неоориенталистік деген бұл шығыстық культтерді насихаттайтын бағыттар. Бүгінгі енді йога мысалы модаға айналды ғой, білеміз, медитация жасау, бұның бәрі шығыстық ағымдардың ықпалымен келіп жатқан дүние. Және неоисламдық ағымдар бар. Бұл исламдық бағыттағы ағымдар. Және бұлардан басқа мүлдем New Age деп айтады, жаңа сипаттағы ағымдар да кездеседі. Олар христиандыққа да кірмейді, шығыстық культтерге де кірмейді, исламдыққа да кірмейді. Өз бетінше өзінің идеологияларын, діни идеологияларын насихаттап шығатын ағымдар да жеткілікті. Және жастар бұған қызығушылық танытатындығы да жалған емес. Енді әсер де болуы мүмкін. Олардың миссионерлік дейді, яғни дінге тарту әдістері әрқайсынікі әртүрлі. Кейбіреулері көшеде жүріп кітап таратады, кейбіреулері жаңағы әңгімеге, сұхбатқа тарту арқылы өздерінің дәрістеріне, жамағаттарына, жиындарына шақырып жатады. Енді әртүрлі, кейбіреулер өздерінің мәдениеттерін насихаттау арқылы тартып жатады, кейбіреулер әлеуметтік желіде салып қойған жастар одағы деген сияқты, жастар мақсаты, жастар миссиясы деген сияқты әлеуметтік желілерде де осындай парақшалар кездесіп жатады. Қайсысын алсақ та қауіптілік бар. Бірақ соның ішінде бұлар дәстүрлі емес діни ағымдар деп айтамыз. Және солардың ішіне деструктивтік ағымдар деп тағы да бөлінеді. Деструктивтілік дегеніміз не? Деструктивтілік дегеніміз ол қирату деген мағынаны білдіреді. Яғни орнап қалған құндылықтарды, орнап қалған мәдениетті, дінімізді қирату мақсатында жасалатын дүние. Яғни ол деструктивтік, осы жасалып тұрған біздің дүниемізге нұқсан келтіру. Өз діндеріне тарту. Олардың қайсы бірінде болса, осы сипат байқалады. Біріншіден, оларда нені байқауға болады? Олардың барлығын ортақ бір жаңағы белгілері десек болады, ол мемлекетке бағынбау насихаттайды. Яғни антипатриотизмді насихаттайды. Олардың айтуы бойынша, жаңағы біз Құдай алдында барлығымыз теңбіз, сондықтан біз мемлекетке, ұлтқа бөлінбеуіміз керек. Жаңағы мемлекеттік рәміздерді, мемлекеттік символ, әнұранды құрметтеу, ол бір пұтқа табынушылықпен теңеп қойған олар. Сондықтан діни жаңағы рәміздерді, символдарды құрметтемеуге шақырады. Әнұран айтып тұрғанда мысалы қосылып айтпайды. Мемлекеттік мерекелерді тойламайды. Мемлекеттік мереке былай тұрсын, дәстүрлік мерекелерден де бас тартады. Мысалы, тіпті туған күн тойламайтындар да бар, бұл ағымдардың ішінде. Екіншіден, жаңағы айтып кеттік, бірінші фактор патриотизмге қарсы қою, антипатриотизмді қалыптастыру дейміз.
Екіншіден, бұл деструктивтік ағымдарға тән белгі, бұл сенің ұлттық құндылықтарынан бас тартқызу. Ұлттық құндылықтарынан бас тартқызып, мысалы, домбыра шерту харам, әуен тыңдау харам, намаз оқымаса сен атанан да харам, туған туысқандарың да харам деп, ол тек қана ұлттық дәстүрден емес, сонымен қатар әке шешеннен де бас тартуға шақырып жататын жағдайлар да бар. Мысалы, неошығыстық кришнаиттер деген ағым бар, сіздер естіген шығарсыздар, мүмкін көшеде көрген шығарсыздар, олар мына үнділік сари сияқты киімдер бар ғой, мына оранып алатын, сондай киімдермен жүреді, шаштарын тазып алып тастайды, барабан жаңағы не ұстап алады да, четкалар ұстап алады да, мантраларын айтып жүреді. Енді қазір оларға тыйым салып тастағандықтан, оларды біз көшелерден көре алмаймыз. Бірақ осыдан біраз жылдар бұрын, 10-15 жыл бұрын олар көшеде де жүретін өздерінің мантраларын айтып. Мысалы, осы кришнаиттік ағымдарға кеткен жастар отбасыларынан бас тартып, мүлдем әке шешелерінен бас тартып кеткен жастар болып табылады. Сонымен қатар нео-исламдық ағымға да кіріп, мысалы, жаңағы белгілі бір діни ағымдар жамағатына кірген балаларға жаңа сенің отбасын жаңа намаз оқымайтын болса, анан намаз оқымайтын болса, олардікі бәрі харам, олар адасқандар, олар бидғатшылар деген сияқты үкімдерді алдыға тартып, оларды өз отбасына деген жеркенішпен қарауға итермелейді. Мысалы, білесіздер ғой, Жусан операциясы деген естіпедіңіздер. Сириядан бір топ әйелдер мен балаларды біз мемлекетіміз алып қайтты. Алып қайтты. Сол кездегі, мысалы, олармен сұхбат барысы көрсеткен кезде, оны теледидардан да көрсеткен болатын. Сол кезде бір жас келіншектің сөйлегені бар. Ол айтады, мен осындай бір жігітпен танысып, сонымен тұрмысқа шықтым, ол діндар отбасына, жаңа діни ағымның өкілі болды. Содан олар маған дейді, жамағатқа барып жүрдім, маған ол ұнады дейді, бірақ сол жамағатқа барған кезде дейді, маған айтты дейді, егер сенің анан намаз оқымаса, ол харам адам, яғни ол кәпір деп айтты дейді. Содан мен дейді, үйге келгенде анаммен бір дастарханда отыруға жеркенетін болдым дейді. Анамның ішкен ыдыстарын 10 еселеп қайтарып жуып отырмын дейді. Ал енді біздегі дәстүрлі дүниеде болсын, дәстүрлі исламда болсын, не деп айтады? Жұмақ ананың табанында деп айтады. Яғни бірінші кезекте анаға құрмет көрсетілу керек дейді. Ол ешқандай дінде, ақиқат, шынайы дінде жаңағы соғысқа шақыру, я болмаса ата-ананан бас тарту деген әңгіме болмау керек. Сол жағынан да ойлануларыңыз керек сіздер. Ол демек, ол дәстүрлі емес дін. Демек, ол деструктивтік ағым. Егер ол сені отбасына қарсы, мемлекетке қарсы қоятындай болса, онда ол дұрыс емес дегенді сипаттайды. Сол жағын ойланып отыру керек балалар. Сосын кейін оларға тағы көбіне тән белгілер, жаңа біз айтып, мемлекеттен бас тарту, ұлттық құндылықтардан бас тарту дедік, ұлттық құндылықтарды құрметтемеу, одан да басқа олар жаңағы қоғамға зиян келтіретін нәрселермен айналысады. Ол екпеден бас тартады, көп жағдайда прививкалардан бас тартады. Ол да қоғамға зиян, себебі егілмеген бір баланың өзі тіпті балабақшаға, мектепке алынбағат деген күннің өзінде ол ауладағы жүрген бірнеше балаларды ауыртуы әбден мүмкін. Екпеден бас тартады. Кейбір ағымдар бар, мысалы, Иегова куәгерлері дейді, қан алмастырудан бас тартады, медициналық көмектерден бас тартатын ағымдар бар. Бұның барлығы әрине қоғамға өз зиянын тигізеді. Бірақ бұлардың ішіндегі ең қауіптісі, мен сіздерге айтар едім, ол өздерінің фундаменталистік идеяларын алдыға тарту арқылы экстремистік, террористік топқа тартулары. Бұл ең қауіптісі. Бүгінгі күнде біз білеміз, әлеуметтік желілерде көп жат ағымдардың идеологтары отырады.
олардың әлеуметтік желідегі парақшаларын контенттері өте қызықты. Ешкім ойламайды, мен осы әлеуметтік желі арқылы осыған кіріп кетемін. Әрине ешкім ойламайды. Ең бастапқы нәрсе ол соған деген қатысушылықтан басталады. Қатысады, сол әлеуметтік парақшаға кіріп жүреді. Оған да үнемі жаңағы парақшаның егері, оған да жаңа подписка жасайды. Үнемі онда парақшаларына кіріп тұрады. Бұл қызығушылық ояна бастайды да тығыз қарым қатынас орнай бастайды. Және діни сұрақтар енді толғандыру әбден мүмкін ғой. Мысалы, көп жағдайда әлеуметтік желілер болсын, интернет кеңістігі болсын, кейбір адамдар ізденістің нәтижесінде түсіп кетіп жатады. Мысалы, қандай да бір мәселелер, өмірлік мәселелер туындауы мүмкін. Ол неке қию мәселесі болсын, хиджаб кию мәселесі болсын, намаз оқу мәселесі сияқты мәселелер толғандырады ғой. Мысалы, күнә мәселесі, отне мәселесі деген сияқты. Сондай сұрақтар ізденген кезде олардың үнемі жауаптары дайын тұрады. Және белсенділіктері өте жоғары. Себебі олар әлеуметтік желі, интернет кеңістігі арқылы адамдарды тартуға болатындығын білгендіктен, олар арнайы кадрлар бөліп қойған, сол бойынша жұмыс жасайды. Олар сол себептен өте белсенділік танытады. Сол мезетте олар сіздерге жауап береді. Сіз әрине қосымша сұрағыңыз туындауы мүмкін. Сөйтіп адам дискуссияға, яғни әңгімеге қалай тартылып кеткенін білмей қалады. Сосын әңгіме барысында олар айтады, сен егер осы саған нәрсе қызық болса, сен жамағатқа кел. Біздің жамағатымызға кел дейді, немесе неохристиан ағымдардағы да түсінік бар, жаңа лекциялар дейді, олар лекциялар өткізеді, жиындар өткізеді. Сендер біздің жиындарымызға келіңдер, лекцияларымызға келіңдер дейді. Ал ол жаққа келгеннен кейін әсер күшейеді. Неге? Біріншіден, әлеуметтік желіде болсын, жаңағы интернет сайттарында болсын, жаңа әлеуметтік желілерде әсіресе енді біз жаңа прямой эфир көреміз, я болмаса жазылған запистарды көре аламыз, идеологтардың, жат ағымдар идеологтардың сөйлеген сөздері. Бұлай енді сырт көзде бағаласаңыздар өте керемет сөйлейді. Назира, кешіріңіз, мұнда уақыт аз қалды деп тұр. Егер өшіп қалса, қайтадан осы ссылкамен кіреміз бе, или жалғаса беремін? Жарайды, Назира естіген кезде жауап берер. Дауысын қоса алмай жатқан шығар, яғни, Назира, едік жұмысты кішкене шектесек, или қайтадан ссылка жасап қайтадан қосылуымыз керек. Жарты сағатқа беріледі ғой программа. Уақыт болып қалды, сонда уақыт болып қалды ғой. Жарайды, онда шекте десеңіздер, мен шектейін. Егер қайта жалғастырайық деген ұсыныс болса, балалардан онда жалғастырайық. Маған өздеріңіздің ыңғайларыңызға қараңыздар, чатқа жазыңыздар, сосын өзіңіз бір шешімін айтарсыз. Яғни олар... Балалардың сұрақтарыңызға жауап берсек? Жарайды, жақсы, онда сұрақтарға жауап берейік. Ал қоя қойыңыздар сұрақтар. Микрофондарыңызды қосып, студенттер сұрақтарыңыз болса, Жанна ханымға сұрақтар қойсаңыздар. Сұрақ жоқ. Сұрақ жоқ болса, онда біткенше мен жалғастырайын. Сұрақтарыңыз болып жатса, қоя жатарсыз. Онда сұрақтарыңыз болып жатса, қоя беріңіздер. Жаңағы идеологтары, олар өте мықты ораторлар. Өте жаңағы керемет сөйлейді. Екіншіден, оларда психологиялық жаңағы әсер ету мүмкіндігі де бар. Олар адамдарды жақсы психологтар, олар адамдардың психологиясын біліп тұрады. Өйткені сұрақ қойған сұрақтарынан адамдардың білініп тұрады. Жақсы психолог болса, оны біліп қоюға болады. Және олар жаңа сендіре білу қабілетіне ие. Әрине, адамдар осындай қызығушылық танытып, осындай дискуссияға тартылған кезде оларды жамағатқа шақырады.
жамағатта ол әсер тіпті күшейеді. Өйткені ол жерде барлығы отырғандар, олар да сондай қызығушылықпен қарап, қызығушылықпен тыңдап отырады, және ол жерде жарнамалар да жүріп отырады. Мысалы айтады, Бәленбайдың отбасы Сирияға кетіп еді, әні жағдайы жақсарыпты, туыстарына Бәленбай $1000 ақша жіберіпті деп әдемі фотоларды жібереді. Бірақ бұның барлығы тек жарнама үшін жасалады. Себебі Сирияға аттанғаннан кейін бірінші кезекте оларға ақша беріледі, белгілі бір мөлшерде. Сосын кейін жақсы жерлерде суретке түсіреді, ал одан кейін өмір мүлдем басқаға айналады. Ол жерде ер азаматтарын бір бөлек, әйел азаматтарын бір бөлек бөледі. Тіпті балаларға арналған Муаскари деген лагерь бар. Кәдімгідей әскери істерге дайындайтын лагерлер бар. Теракт жасауға дайындайтын лагерлер бар. Міне содан кейін адамдар қалай оның ықпалына түсіп, қалай Сирияға аттанып кеткендерін өздері де білмей қалып жатады. Бұл тек қана исламға ғана қатысты емес, бұл басқа да христиандық, жаңа шығыстық, культтық ағымдарға да көп қатысты. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, апай. Яғни қоя жатарсыз. Микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар, балалар. Әрқайсыларыңыз ойлайтын шығарсыздар, бұл қатысты дүние емес деп. Бірақ кім болса да бұндай дүниеге тап болуы әбден мүмкін. Ол тек қана мысалы сен ғана емес, сен туыстарының ішінен араларына біреуде осындай ықпалға түсіп кетуі әбден ықтимал. Тіпті танысу сайттары бар, танысу сайттары арқылы да Сирияға кетіп қалған адамдар қаншама алдамшы дүниеге түсіп қалып, мысалы олар өздерінің әдемі керемет бір жігіттің керемет жігіт қыздардың фотосын қояды, сосын танысу арқылы адамдар танысады, сосын айтады, міне мен саған Турцияға билет алып берейін, сен Турцияға келе бер. Турцияға келгеннен кейін арғы-арта құжаттарын алып алады да, ары алып кетіп жатқандар да бар. Білместікпен кетіп қалған адамдар қаншама, қыздар қаншама білместікпен кетіп қалып жатқан. Оның барлығына біздің ойдан шығарған дүние емес. Бұл Жусан операциясынан келген, сол жерден келген қыз келіншектердің айтуларынан айтып отырмын. Олар айтады, біз білмейде қалдық кейбіреулері біліп, осы жерде отбасымен бірге кеткен, мәжбүрлі кеткен жағдайлар бар. Енді отбасын, отағасының шешімімен кеткендер бар болатын болса, енді бір қыздар айтады, біз жай ғана алданып қалдық. Мысалы, танысу сайт арқылы таныстық, сосын кейін Турцияға шақырды, қыдырып барамыз деп айтты, билет алып берді. Білмеймен, шынымен мақсат қыдырамын деп ойлап қалып бардым, бірақ барғанымен құжаттарым тартып алып, арғы-арта Сирияға алып кетті дегендер қаншама. Ал Сирияға апарғаннан кейін әрине ол жерде өмір әлде қайда қиын. Келген, мысалы, Жусан операциясынан келген адамдар айтып жатыр ғой, күйеулері қайтыс болса, әйелдерді басқа күйеуге беріп жіберетін жамағаттың шешімімен. Тағы сондай, бұл әдістерге адамдар қай кезде ықпалға қай кезде қалады. Мысалы, бұлардың барлығы үлкен көңіл аударады. Әрбір әдетке әбден қолдарына түсіріп алғанша үлкен көңіл бөліп, көңіл аударып отырады. Екіншіден, үнемі промывка мозгов деген әдіс бар. Үнемі саған бір нәрсені айта береді, сен қалай олардың қармағына түсіп қалғаныңды өзің де байқамай қаласың. Қармаққа қалай түсіп қалғаныңды білмей қаласың. Өйткені ол промывка мозгов дейді, олар тек қана соны ғана айта береді. Содан адамның миында тек қана сол қалады. Неге көбінесе байқасаңыздар, жат діни ағымға кірген адамдар басқа адамдарды тыңдағысы келмейді, тыңдамайды, естімейді. Себебі олардың әбден милары уланады.
уланғаннан кейін олар еш нәрсені естігісі де келмейді, көргісі де келмейді. Олар үшін тек жат ағымдардың, идеологтардың айтқан дүниесі ғана ақиқат, қалған дүниенің барлығы жалған сияқты көрініп тұрады. Сосын кейін басталады, сен отбасында да қақтығыс, конфликттер басталады, иә? Олар көбінесе насихаттағанда былай деп насихаттайды: ханафи мазхабы адасқандар, олар бидғатшылар деп айтады, яғни дінге жаңашылдық енгізген деп. Бірақ бұл жаңашылдық деген емес, бұл біздің дәстүріміз ғой. Дәстүріміз бен дініміз үндесіп кеткен. Біздің дінге ешқандай қайшы әрекеттер жасап жатқан жоқпыз. Ол бірақ фундаменталистік ағымдардың пікірінше, олар таза исламды құрамыз дейді. Таза ислам деп олар ана ежелгі Мұхаммед пайғамбар өмір сүрген дәуірдегі арабтардың өмір сүру дәстүріне шақырады. Сол кезеңдегі дәстүрге шақырады. Міне олардың таза ислам деп отырған дүниесі осы. Ал бізді бидғатшылар деп отырғаны біздердің дәстүрмен біздің мәдениетіміздің үндесуі. Жақсы балалар. Рахмет көп. Сұрақтарыңыз болмаса, онда қоштасамыз. Рахмет сіздерге. Абай болыңыздар, қарап жүріңіздер. Кез келген нәрсеге сыни көзқарас танытыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз.